Экономикасы тек бір ресурсқа сүйенетін топ 5 мемлекет. Чад. Бұл елдің экономикасы мұнайға тікелей байланысты. Экспорттың шамамен 90%, және мемлекеттік бюджеттің жартысы мұнайдың есебінен келеді. Экономиканың барлық саласы мұнай секторына тәуелді. Дәл осы сала шетел валютасын әкеліп, мемлекеттік шығындарды жабуға мүмкіндік береді. Бірақ мұнай өңдеу ісі дамымаған, табыстың көп бөлігі элита мен шетелдік компаниялардың қалтасына кетеді. Ботсвана. Бұл елдің экспортының шамамен 80%-ын алмаздар құрайды. Мемлекет алмаз өндіруді өз бақылауында ұстап, әлемдегі ең ірі алмаз компанияларының бірі De Beerspен бірлесіп жұмыс істейді. Бұл елге тұрақты экономикалық жүйе құрауға көмектесті. Алайда егер алмазға деген сұраныс азайса, немесе кен орындары таусылса, елдің қосымша жоспары болмауы мүмкін. Лаос. Электр энергиясының шамамен 100%-ы су электр станцияларында өндіріледі. Оның көп бөлігі шетелге экспортталады. ГЭС ел үшін басты валюта көзі, әрі экономиканың қозғаушы күші. Бірақ Лаос Қытайдың несиелеріне тәуелді. Сондықтан электр энергиясына баға немесе сұраныс төмендесе, экономикалық дағдарыс қаупі туындайды. Гаити. Гаити экономикасындағы әр 5-ші доллар шетелден жіберілген ақша аударымдары. ақш пен Канадаға қоныс аударған мигранттар елдегі туыстарына ақша жібереді. Бұл жалпы ішкі өнімнің шамамен 20%-ын құрайды. Өкінішке қарай елдің өзінде өндіріс пен өнеркәсіп мүлдем жоқ. Егер мигранттардың табысы азайса, немесе аударымдарға шектеу қойылса, экономика күйреуі мүмкін. Бруней. Брунейдің экспортының дерлік барлығы табиғи газ. Ол сыртқы саудадан түсетін кірістің 90%-дан астамын қамтамасыз етеді. Сол себепті елде тегін медицина, білім беру және түрлі субсидиялар бар. Бірақ газ қорлары таусылып бара жатыр. Үкімет экономиканы әр тараптандыру керек деп мәлімдегенімен, балама экспорт айтарлықтай дамып жатырған жоқ.